Ғабит Мүсіреповтің Раиса Мұхамедияроваға жазған хаттарынан 26 шілде 1963 жыл. Қазір біз Индиядамыз. Бір-екі күнде Мәскеуде боламыз. Самолет күтіп жатырмыз. Сағындым. Жаным сенде екен. Ендігі әрі ешқайда ұзап кетпеуге ант етемін. Мәңгі сенің Ғабитің. 23 қыркүйек 1963 жыл. Періштем менің, сенің бүркітің үйде, қанаты талмай ұшып келді. Сен жұмыста екенсің, үйге тез келуіңді тағатсыздана күтіп отырмын. Түстен кейін мені самолетпен қарсы алған адамдар үйге келеді. Қонақтарды қарсы алуға дайындалу керек болар. Жол жүріп келіп демалмады деп маған ренжіме. Сен бар жерде мен шаршамаймын. Өз Ғабитің. 1 қаңтар 1964 жыл. Қарағыз, жыл жаңара берсін, бағытымыз өзгермесін де өңі кетпесін. Жаңа ғана келдім, телефонға заказ бердім, саған хат жазуға отырдым, шалың. 1 көкек 1966 жыл. Қымбаттым менің, қара қызым менің. Сені дүниеге келген көмекшіңмен құттықтаймын. Денсаулығың, жалпы жағдайың қалай? Сенің қиналмай жеңілдегеніңе қатты қуанып отырмын. Қызымыз қалай, мазалы ма? Қызыңды құшақтап сонда біраз демалып ал. Мұнан шыққан соң саған маза болмас менің жалғызым. Асыға күтемін екеуіңді, беттеріңнен сүйдім жалғызым. Мен үшін ана шарананың мұрнынан сүй. Сәлеммен өз Ғабең. 31 қазан 1966 жыл. Қымбатты қара қыз, қара қыз. Осыдан қыдан басталатын 4 сөзің менің саған деген барлық айтар асыл сөздерім сияды. Ешкімге ешқашан айырбастамас жалғызым. Сен менің дәл қазіргі жағдайымды, көңіл күйімді көрсең. Үйге кеткім келеді, ештеңеге зауқым соғар емес. Түсіме жиі кіріп жүрсің, бөпелі боламыз ба? Алыста жүрсем де бар есілдертім, жаным сенімен бірге. Самолетпен ұштық, одан түсіп пароходқа келдік. Қазір жағада тұрмыз. Енді 10 минуттан соң пароход жүреді. Бұл жақ салқындау екен. Күздік пальтомды алмағаныма өкіндім. Қараша айының ортасында бұл жақта 30-32 градусқа дейін аяз болады дейді. Гауһарға қара, ол бота ғой. Оны ренжітуге болмайды. Беттеріңнен сүйдім. Тағы көп сүйдім. Сені сүйдім. Өз шалың.